Бірінші бөлім. Түрмеден шыққан қайнаға. Адам кейде өз үйіне бейтаныс адам кіріп келгендей күй кешеді ғой. Мен де солай сезіндім. Есіктен кірген бойда үйдің ауасы өзгеріп кетті. Бір түрлі салқын, ауыр иіс темекі мен темірдің иісі сияқты. Түрмеден шыққан қайнағамның жүзі өзгеріпті, бұрынғы балалық, бейқам күлкі жоқ. Көздері мұздай. Енем көз жасын тыя алмай. Балам, аман келгеніңе шүкір. Енді бәрі жақсы болады деп құшағына басты. Күйеуім үндемей тұрды, бірақ көзінде сенімсіздік бар еді. Ал мен ішімнен бір суық сезім өткізіп өткендей болдым. Бұрын ол ауылдың бұзақысы болатын. Орлық, төбелес, ішімдік бәрі оның өмірінің бір бөлігі еді. Енді міне, тағы біздің үйге келіп, бауырыммен бірге тұрып, өзімді түзетем деп отыр. Енемнің өтінішін жерге тастай алмай, күйеуім де. Жарайды, 1-2 ай тұра тұрсын деді. Осылайша ол бізбен бірге тұра бастады. Бірінші күндері тыныш еді. Кешке шай ішіп үнсіз отырып, сосын ұйықтап қалатын. Бірақ бір аптадан соң бәрі өзгерді. Кешкісін үй іші ұйықтап қалған кезде, ол кейде аулада ұзақ отырып, темекісін шегіп отыратын. Түн тыныштығында оның жөтелгені естіледі. Ал мен ішімнен белгісіз мазасыздықты сезем. Бір күні түн ортасында оянып кетсем, есік алдындағы жарық сөнбепті. Терезеден қарасам, ол отыр. Көздері бір нүктеге қадалып қалған, ойланып отыр ма, әлде қайда кетіп қалған ба, білмеймін. Күйеуім вахтада еді. Апталап үйге келмейді. Сол кезден бастап мен өзімді қауіпсіз сезінбей қалдым. Бір күні таңертең енем базарға кеткен. Мен ас үйде шай дайындап тұрдым. Ол бөлмесінен шығып маған қарады. Шай бар ма? Деді. Дауысы төмен, бір түрлі салқын. Мен жоқ дедім де, артыма бұрылмай, шайнекке су құйып жаттым. Бірақ оның қарасы арқамды күйдіріп тұрғандай сезілді. Сол сәттен бастап мен әр қимылымды аңдап істейтін болдым. Жуынуға барсам, есікті 2 рет тексерем. Түнде ұйықтасам, есіктің кілтін іштен бұраймын. Ал енем болса, ол түзелген, балам енді жақсы адам болады деп үнемі айтып жүр. Мен үнсіз ғана басымды изеймін. Бірақ әйелдің түйсігі алдамайды ғой. Кейде ол менің артымнан үнсіз қарап тұрады. Кейде тіпті менің жақтан өтіп бара жатып, иығымды байқамай түртіп кетеді. Ал менің жүрегім сол сәтте кеудемнен атылып кетердей дүрсілдейді. Солай күндер өтіп жатты. Бірақ менің ішкі тыныштығым әлдеқашан жоғалған еді. Біреу үйдің ішінде менің әр қадамымды аңдып жүргендей сезіледі. Сол түйсігім мені алдындағы түннен сақтандырмақ болғандай еді. Бірақ мен оны түсінбедім. Өйткені ол түн менің өмірімдегі ең қорқынышты түндердің бірі болатынын мен әлі білмедім. 2 бөлім. Үйге кірген бөгде тыныштық. Сол күннен бастап үйіміздің ауасы өзгерді. Бұрын баламның күлкісімен ыдыс-сылдыры араласатын бұл шаңырақ бір түрлі салқын тартып қалғандай. Кейде тіпті өз үйім өзіме жат боп кетеді. Қайнағам көп сөйлемейді. Бірақ үнсіздігі адамды тұншықтырады. Кешкісін диванға жайғасып, теледидар қарап отырған түрі болғанымен, мен оның көзінің қиығымен мені аңдып отырғанын сезем. Әр қимылымды, әр демімді байқап отырады. Енем болса, қызым, оған жақсы қара. Көңілін жаралама. Түрмеде не көрмеген, енді жаңа өмір бастауы керек дейді. Мен бас изеймін. Бірақ ішімде айқай тұр, ол бізге тыныштық әкелмейді, апа. Бір күні түнде балам ұйықтап қалған. Мен киімдерімді жуып, ваннада ыдыс-аяқтарды реттеп жатқанмын. Су сылдыры арасында сыртқы есіктің сықыры естілді. Біреу баяу, қасақана есік тұтқасын бұрап тұрды. Жүрегім бірден шым ете қалды. Кім ол? Дедім үрейлі үнмен. Жауап жоқ. Тек еденнің сықыры. Жүрегім дүрсілдеп демімді ішіме жұттым. Бірақ есік қайта ашылмады. Ертеңіне таңертең енем базарға кеткен. Мен ас үйде нан пісіріп тұрдым. Қайнағам үнсіз кіріп келіп орындыққа отырды. Жақсы ұйықтадың ба? Деді салқын дауыспен. Иә, дедім қысқа ғана. Ол жауап бермей, менің қолыма ұзақ қарады. Қарасы өткір, терең. Бір сәтке ауа жетпей қалғандай болдым. Ол орнынан тұрып маған жақындады. Мен артқа шегіндім. Неден қорқасың? Деді бір түрлі күлкімен.
Даусының астында бір қауіп бар еді. Мен жұмысқа кешігіп қалам, жол беріңізші дедім де есікке қарай өттім. Ол үндемеді. Бірақ артта тұрған көзқарасы арқама қадалып тұрғандай сезілді. Кешке күйеуім қоңырау шалды. Жақсыңдар ма? Үйде бәрі тыныш па? Деді. Иә, тыныш дедім мен. Бірақ ішімде дауыл тұр еді. Түнде ұйықтай алмай баламның қасына жаттым. Сырттағы ай жарығы терезеден түсіп тұр. Қабырғада оның көлеңкесі қозғалғандай болды. Мен көзімді тарс жұмдым. Тыныштық тым ауыр еді. Бейне бір бұл үйде мен емес, басқа біреу иелік ететіндей сезім береді. 3 бөлім. Көзқарастан туған қорқыныш. Кейде адамның жанын сөз емес, көз тілі жаралайды ғой. Оның қарасы мені күн сайын қуып жететіндей еді. Қайда қарасам да, сол суық көз маған қадалып тұратындай. Күйеуім жұмыста. Енем де көбіне ауылға, туыстарға барып келеді. Үйде мен, балам және ол ғана қаламыз. Ал сол сәттер мен үшін тұншыққан түнгі айналады. Таңертең шай дайындап жүрсем, ол есік жақта үнсіз тұрады. Қолымнан кесе түсіп кетпесін деп өзімді ұстай алмай қалам. Бірде ол жай ғана жымиды да. Бұрын сен бұлай қорықпайтын едің деді. Даусында мысқыл бар еді. Мен жауап қатпадым. Жүрегім дүрсілдеп артқа шегіндім. Сол сәтте баламның дауысы естілді. Анашым. Сол дауыс мені құтқарып қалғандай болды. Сол күннен кейін мен өзімді қорғай бастадым, есікті іліп, жарықты өшірмей ұйықтайтын болдым. Көршілермен де жиі сөйлесіп, жалғыз қалмауға тырыстым. Бірақ бәрібір оның көлеңкесі мені қайда барсам да бірге ілесіп жүргендей. Бір түні көзім ілініп кеткен екен, кенет бір сықыр естілді. Оянып кеттім. Жарықты жақтым. Терезе жақта бір көлеңке жылжып өтті. Жүрегім аузыма тығылды. Есіктің тұтқасын тексеруге қорықтым. Таң атқанда өзімді күзгі жаңбырдай суық ойлар басып алды. Мен бұл туралы күйеуіме айтқым келді, бірақ енемнің жүзі көз алдыма келді. Балам енді жаңа өмір бастасын деген сөзі. Ал мен ше? Менің тыныштығым, менің қорқынышым ше? Сол түні мен алғаш рет дұға жасап ұйықтадым. Бірақ таңертең ванна жақтан судың сылдыры естілді. Мен баламмен бірге тұрдым. Ол есік алдында тұр екен. Көзіме тіке қарап, кешір, мен жуынуға келгем деді. Бірақ даусында ниет емес, сынау бар еді. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Бұл үйде енді мен өзімді қорғай алмасам, ешкім қорғамайды. 4 бөлім. Үнсіз азап. Күндер өтіп жатыр. Бірақ мен үшін күн мен түннің айырмасы қалмады. Түн болса қорқам, күн болса тығылам. Бәрі мен үшін бір сұр әлемге айналды. Үйде енем жоқ кезде мен үндемей жүретін болдым. Баламның күлкісін естісем де, бойымды жылыта алмаймын. Бір ғана ой мазалайды, тағы да жалғыз қалсам не болар екен? Кейде айнаға қарап, өзімді танымай қалам. Көңілім жүдеп көзімнен от кеткен. Баяғы өзім емес, әлде бір қорқыныштың ішінде өмір сүріп жатқан әйел сияқтымын. Бір күні таңертең шай дайындап отырғанда, ол тағы да пайда болды. Тым жақын келіп, үстелге шынтақтап қарап тұр. Мен ыдысты қоя салып сыртқа шықтым. Сол сәтте артымнан оның тынысы сезілді, демі арқамды шарпып өтті. Мен жалт бұрылдым. Не істеп тұрсыз? Дедім даусым дірілдеп. Ол жай ғана жымиды. Ештеңе, тек сөйлескім келген. Сол ештеңе менің жүрегіме шоқ тастағандай болды. Түнде көзім ілінбей, төсегімде дірілдеп жаттым. Күйеуім телефон соққанда бәрін айтқым келді. Бірақ аузымнан бәрі жақсы деген сөз ғана шықты. Неге үндемеймін? Неге қорқам? Өйткені енемнің жүзі, елдің сөзі, баламның тағдыры көз алдыма келеді. Еркек адам ғой, байқамайтын шығарсың дейді ғой жұрт. Бірақ мен байқап жүрмін, күн сайын, әр сәт сайын. Сол түні мен алғаш рет жарықты өшірмей ұйықтадым. Құдайдан жалғыз ғана тілек тіледім, таң атсын. 5 бөлім. Мен айттым. Бәрін айттым. Жылап тұрып әр сөзімді жұтып айттым. Ол болса сенбеді. Ағам ондай адам емес. Өтірік айтпа деді. Даусы салқын, көзі қатал. Мен не дерімді білмедім. Жүрегімде бір нәрсе сынып кетті.
Тынысым тарылды. Жаңа ғана айтқан шындығым мені кінәлі етіп қойды. Ол мені емес, ағасын қорғады. Менің абыройым сенен қымбат дегендей қарады. Қолым дірілдеп есікке сүйеніп тұрдым. Балам еденде ойыншықтармен ойнап отыр. Мен оның жүзіне қарауға қорықтым. Өйткені мен енді басқадамын. Түнгі қорлықтың иісі әлі үстімнен кетпегендей. Денем таза, бірақ жаным кірленіп кеткен. Айнаға қарасам, өзім емес, бөтен бір әйел қарап тұр. Көзінде өмірдің ізі де қалмапты. Күйеуім шығып кетті. Енем үнсіз. Үйдің іші тастай. Мен болса әр бөлмеге кірген сайын демімді ішіме тартып жүрем. Сол жерлерде менің қорлығым, үнсіз айқайым қалып қойған. Таң атқанда киімдерімді жинадым. Ешкімге ештеңе айтпастан, баламды құшағыма алдым. Көзімнен жас емес, бір жылы сұйық ағып жатты, бәлкім үміт шығар. Төбемде күн көтеріліп келе жатты. Жарық түскен сайын менің көлеңкем кішірейіп барады. Бірақ мен өзімді алғаш рет жеңіл сезіндім. Өйткені енді ешкімге сенбеймін. Тек балама. Тек өзіме. 6 бөлім, жарық жол. Мен кеткеннен кейін артқа қарамадым. Қолымда балам, артымда күл болған өмір. Кімге өкпелеймін? Еріне ме, енесіне ме, әлде тағдырға ма? Білмеймін, бірақ бір нәрсені түсіндім. Үнсіз әйел, ең ауыр тағдыр иесі. Алғашқы айлар қиын болды. Жұмыс таба алмай, жат жердің пәтерлерін паналадым. Балам ауырып қалғанда, не істерімді білмей, жалғыз жыладым. Бірақ менің көз жасым енді әлсіздіктің емес, күштің белгісі еді. Күндердің күнде тігін цехына жұмысқа тұрдым. Қолым ісмер, жүрегім шыңдалған. Сол жерде өзім сияқты талай әйелді көрдім. Бәрінің көзі бір-біріне ұқсайды. Жаны жаралы, бірақ сөнбеген. Бүгін мен солардың ішіндегі ең мықтылардың бірімін. Енді мен ешкімнің аяғына қарап өмір сүрмеймін. Балам өсіп келеді, менің үнімді, менің күресімді көріп. Кей түндері бәрін еске алам. Қайнағамның суық демін, күйеуімнің сенімсіз көзін, енемнің үнсіздігін. Бірақ солардың бәрі мені бүгінгі мен еткенін түсінем. Мен енді қорықпаймын. Мен тірімін. Мен анамын. Мен үнсіздіктен аман шыққан әйелмін. 7 бөлім. Кеткеніме 2 жыл өтті. Ауылдың иісі, енемнің үйі, түнгі үрей, бәрі артта қалды. Балам өсіп келеді, мен тігін цехында жұмыс істеймін. Өмірім жайлап қалыпқа түскендей. Бірақ кей түндері жүрегімде сол қорқыныштың көлеңкесі әлі де бар. Бір күні кешке ескі танысым телефон соқты. Даусы ауыр еді. Естідің бе? Деді. Кімді? Дедім. Сол сенің қайынағаңды. Тағы ұрлық үстінде ұстапты. Бұл жолы ауырбап ұзақ жылға кетті. Даусым шықпады. Бір сәтке тізем босап, орындыққа отырдым. Көзіме жас келді, бірақ ол мұң емес еді, жеңілдік еді. Құдайдың заңы баяу, бірақ мүлтіксіз. Бәлкім мен оны сотқа бере алмадым. Бірақ Алланың сотынан ешкім қашпайды екен. Мен оның түрмеге кеткенін естігенде, ішімде бір есік жабылды. Сол есіктің ар жағында қорқыныш, ұят, үнсіздік пен ауыр естеліктер қалды. Мен енді қорықпаймын. Мен қайта тірілдім. Енді мен жалғызбын, бірақ бостамын. Балам